Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінің Жалағаш ауданында ұйымдастырылған фольклорлық экспедициясы жалғасын табуда. Ал Мейрамбек аға, керемет дүние туралы айтып жүрсеңіз? Бұл рекордтың радиолар дейтін беді? 74-75 жылдар алынған бұл магазинде ашылады. Ішінде магазин ойнайды. Біз әскерден келген кезде осыған билеп, ойнап, қол көтеріп тұрғанбыз. Сол кезде әскерден алып келдіңіз бе, қайдан келді бұл сізге? Жоқ, мына қыздар сурет алып келді. Мұнаны негізі менің шешем алып берген. Мектепте бітірген кезде сол 74 жылдар сол магазинді сатып әкеліп берген. Мектеп түріңізге орай ғой? Иә. Сол кезде алып пайдаланып, тыңдап, музыкасын тыңдап өтіп, радиосын тыңдап. Мәз болған сол рекордтың пластинка ойнайды. Әлі істейді осылар. Содан кейін қосып көрген жоқпыз. Содан кейін жағы басқа дүние ашып кетті қойды. Кейінгі заманауи қазір енді басқаша енді қазір музыкальный центр дейміз, неше түрлі түсті светтермен шықты ғой енді. Ең алғашқы шыққан радиолардың бірі, иә? Негізінде аяғы болған, төрт аяғы болған. Марат кішкентай кезінде сол алып үйрегін жабаға беріп, осының аяқтарынан қозғалған кезде үстіне қалатын мына жерінде белгісі бар ма? Сол құлап қойған. Сосын бірден сарайға қойдыңыздар ғой? Сарайда тұрған нәрсе ғой. Бұнда берейік па? Бұны да иә музей қорына өткізесіздер ма? Рахмет сіздерге. Ал Мейрамбек ағай рахмет. Кейбір құндақтарың солай қалса музейдің қорына өтеді.